Дәстүрләннің саңлағы Рамазан Стамғазиевтің қолында атаңызға айналған Біржан Салдың домбырасы. Нақтырақ айтсақ, түп нұсқадан еш аумайтын көшірмесі. Ағамен бер байқап отырмын, Біржан Салдың өзі бойы 2 метрден асқан аған дейді. Мұнан енді ойнау үшін білесіздер ғой. Я жүрек керек, я білек керек, я. Сондықтан айтып көрейік тәуекел. Домбыра күйге келер бұрау менен келмейді сөз жүйесі құрау менен. Гүлденген бай шешектей қайран жастық келмейді мақау. Алталашты аузына қаратқан суырып салмақын Біржан Салдың домбырасын айнытпай келтірген шебер Ердос Қанатұлы. 30 жылдан бері ұлттық аспаптарды дәріптеп жүрген қолөнершінің айтуынша, бұл жұмысқа 2 ай уақытын арнаған. Алдымен Алматыдағы музыкалық саз аспаптары мұражайына барып, домбыраның түп нұсқасын әбден зерттепті. 150 жылдан астам тарихы бар домбыраның көшірмесін жасаудағы ең басты қиындық оның үнін келтіру болған. Сондай сеніммен, сондай жаңа мықты құштарлықпен сол домбыраны жасап шықтым, басынан аяқ түп нұсқаға дәл ұқсайтындай қылып. Ескі жаңағындай ол енді көп ұсталған, ойналған домбыра ғой, сондай оны да келтіру оңайға түскен жоқ мысалға. Әр нәрсесі. Тек қана жаңағы шегінде ғана айырмашылық болды. Бұрынғыларда енді көбінде ешкінің шегінен ширатылған жаңағы сондай шектер тағылды ғой. Қазіргілер енді кейінгі кезде нилон сондай материалдан. Шараның басты мақсаты рухани мәдениетімізді жаңғыртып, мұражайға келген жас ұрпаққа құнды жәдігерлерімізді дәріптеу. Бұл шараға еліміздің әр аймағынан ұлттық аспаптарды жасауға 13 шебер атсалысқан. Домбыралардың көпшілігі мысалы өзінің орталық музейде бар, музыка аспаптар музейінде. Бірақ кейбір домбыралар, мысалы Құрманғазының домбырасы анау алыста, Астраханда. Жамбылдың домбырасы Жамбыл музейінде, Абайдың домбырасы Жидебайда деген сияқты. Сол сияқты нұсқалардың бәрі көпшілік бір жерде жиналмаған. Бұл жағынан да өте бір дұрыс болады. Енді болашақта осы тағы да істелетін, жасалатын домбыралар бар. Құдай қаласа, оларды да осы жасатып, осы музейіміздің, орталық музейдің байлығын айналдырамыз деген. Домбырадан бөлек мұражайға 2 ортеке қойылады, бірақ оны жасаудың жарасы жеңіл болған сияқты. Қолөнершінің айтуынша бар болғаны дайын үлгіге қарап, сол заманның лебін сездіруге тырысқан. Жасалу технологиясы жалпы музейге келетіндей кішкене ескі үлгіде жасалдым. Ол жерде лак қолданған жоқпын, тек қана бояқпен және де кендіршпен орап, осы кішкене музейдің мәдениетіне сай келетіндей дүние жасап шықтық. Арнайы жасалған құнды жәдігерлер мұражайдың қазақ этнографиясы залынан орын таппақ. Орталық музейге жолыңыз түссе, қолөнершілердің еңбегіне баға беріп қайтыңыз.